Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Arman kıyasa barada, dostlar bizde şakıra. Qo'ng'iroqli qalamın күлдіргі тұрғындары, шақырады сіздерді qo'ng'iroqlar еліне. Qo'ng'iroqli qalamın тұрғындары көңілді шақырады достықпен көркейтуге өмірді. Qo'ng'iroqli qalamın тұрғындары көңілді шақырады сіздерді көркейтуге өмірді. Қоңыраулы қала. Бедокурдың серігі спорт. Қытығым келді. Тиіспеші мә. Мә саған. Сымбаты, сүйкімді. Қай жағынан қарасаң да керемет. Бүгін немен шұғылдансам екен? Апайда, түскі пошта. Жақсы ой екен. Спорт, қозы қарынға пайдалы. Қалай болғанда да іске сәт. Бұл тым, қалай айтсам екен, іш пыстырады екен. Бұдан көрі ширағырақ іс болса. Кроссовки. Тура таптым. Ойлап таптым. Жүгірем. Маған керек осы тамаша. Бір, екі, бір, екі. Бір, екі, бір, екі, бір, екі, бір, екі, бір, екі. Манюняға спорттың пайдасы туралы айтып берейінші. Қара басыңның қамын ғана ойлаған болмайды. Қайырлы таң, Манюня. Қайырлы таң. Қайырлы күн. Таңғасымды ішіп болған соң ғана қайырлы күн деп айталам. Солай ма, Аусти, кел. Неге жүгіре бересің? Алақай, көріп тұрғаныңдай, мен спортпен айналысып жатырмын. Доғар енді. Қайда шығып алдың? Бері кел. Айттым ғой, мен спортпен айналысып жатырмын. Саған да айтар ақылым спортты қолға ал. Олай болса тамаша. Айнасқан кәсігімен айналса бер. Тек бұдан басқа жерде. Манюн, сенде тосап бар ма? Тосап керек өзім. Кешір. Тосаппен дәмдірек болатын шығар деп едім. Қазір алып берем. Аяқпен үстелдің үстіне шығып алған нес. Бәліш жауда. Мұның не? Мәссаған жаңғақ шашылды. Қазір қызып атылады. Мен артыңа тығылам. Қане, қойтар қоста. Жанымызды орамалға түйдік ау. Тамақтың артынан шетін сусын, компот, киселі, тарқын беретін шығар деп едім. Жаман емес, кегізіп жатырмын. Қайты ол менің ығымда болды. Оның кесірінен тіл қатпай кете жазадық қой. Бір, екі, бір, екі, бір, екі. Не болды сонша? Сәлем, Панкрат. Саған бір шаруамен келіп едім. Ал, амансың ба? Сен ең ақылды жан емессің бе, Иә. Мұнан айтшы, жүгіру шынымен де пайдалы ма? Иә, пайдасы зор. Спорт күш береді. Міне, көз жеткізем десең. Жұлдыздар қайда? Көкте. Қысқасы, спорттың пайдасы зор. Өзің неге жүгірмейсің? Кәмпит. Мен ақыл ойды жетілдірем. Ол да пайдалы. Тайдан ғана тауып аласың. Оны неге жасырасың? Менің оқулықтарым. Роман, сөздік, химия, физика, биология. Ай, арқамай.
Бедокур сілкініс болып жатыр. Тригонометрия. Тағы бір кітап. Көмекте ұстап ал мені, құтқар мені. Ұшып келем. Қане, міне ұшып келем. Ау. Жоғал. Мәссаған. Кітап. Шынында да жаттықтырады екен. О! Бір, екі, бір, екі, бір, екі, бір, екі. Бе. Компьютер қантырын. Бір, екі, бір, екі, бір, екі. Ай. Қиындық туындады. Ачы! Сәлем, Ваня. Сенде не қызық болып жатыр? Сәлем. О, мәссаған жаңа заттар пайда болыпты ғой. Мынау не сонда? Мынау не? Түктемес, ол жай әншейін. Ол Түктеме жайын жейін дейсің бе? Бір көрігі бола ма сонда? жоқ болмайды. Бедокур болмайды. Болмайды. Қой деген соң қой. Мен үшін бұл өте маңызды үлгі молекулярлы. Өтінем. Ай, жарайды. Тек қолмен бірде-бір затқа тиіспе. Өде. Мәссаған, ғажап қой. Әлбетте, бұл теңде шоқ туынды жаңартылған Jingle City ұшықты сешкін Кетек. ергономикалық үлгіде жасалған. Жинағанда өте ыңғайлы, ұзақ уақыт пайдалануға болады. Ең бастысы өте сапалы. Шеттік беріктігі конструкцияны жоқ, олай бол мүмкін емес. Бұл мәселені мен қазір шешемін. Маған қарай домалатпа, сабыр ет. Жүгіріктер, ашуыңды сол сәтте басат. Бұл табылған ақыл екен. Бұл ең керемет пьеса болады. Ханзада мен ханшайым. Солай емес пе, Федюнь? Әтең, ешкімді құтқарудың қажеті жоқ. Аяғыма жұқпай кетті. Қашықтыққа жүгіретін жаңа рөл табыла ма? Кімге дейсің? Дәл таптым. Жерік сері, ең мықты рөл. Саған мына түс мүлдем жараспайды. Әй, сендер не түсінуші едіңдер. Қазір сендерге бәрін көрсетіп берем. Бар болу немесе бордай тозыл. Декорация! Көк саған қанша рет айттым. Не болып кетті? Бастарыңда бәлеңдер. Көмектесіңдер! Фрося, Қайтадан жеңілдім. мен сені құтқарам. Сен Сені құтқара бер. Мен жолынан қалмайын. Пьесаның нанысқасы әлде қайда қызықты. Қазір көмектесем. Көмектесіңдер! шыдай тұр, келе жатырмын. Фрося! Иә! Қойылымның құтқарып алатын жері осы. Бәрекелді. Айттым ғой. Котя, әй, Котя. Не болды? Осы сен неге жүгірмейсің? Жұмысым көп, еріккенің ермегіне уақытым жоқ. Өзің жазып едің ғой, спорт деген серігіңде. Ау! Мәселе осында екен ғой. Жайыншейін бір мақала жазу керек болды. Содан алдым да спорт туралы жаза салдым. Солай да етуге бола ма екен? Мен шынымен сеніп жүрсем, сонда бәрі бекер ме? Күш қуатың сарпылғанша, алақаның керлегенше, аяғың қажалғанша жаттығудың қажеті жоқ па еді сонда? Сен мені түсініп тұрған жоқсың. Спорттың пайдасы зор. Бірақ менің уақытым жоқ. Жазуым керек, жазатын дүнием көп. Не деген ақау едім? Ол жақта еш нәрсеге тиіспе. Мен газеттің бе? Қораптың ба? Кім мен? Не білдірдің? Қане тоқта. Өтінем сенен жоқ. Қорлығым менің жоқ. Уайымдаман сүріп жатырмын. Асықпа. Кадырдың сыртына шығып кетте. Маған торттан қалдыңдаршы. Кешіріңдерші мені. Бұдан бұлай тентек болмайым. Спорт деген сөзді аузыма да алмайым. Бедокур атымен ант етем. О не деген, спорт деген керемет. Ғажап, тамаша. Нағыз ерлік. Ең бастысы сахнаға пайдасы зор. Солай ма?
зақымданып қалу ғажап емес. не істемес болып тұрғандарыңды білмеймін. Бұл менің жаңа құрылғымның кілт алған шығар. Қойшы енді. Ең басы Бедокур спорттың қаншалықты қызықты екенін көрсетті. Иә, оны мен көрсеттім. Достар, меніңше Бедокурдан тәп-тәуір жаттықтырушы шығады. Панкратжан, жарайсың. Мен спорттың жаңа түрін ойлап таптым. Қандай? Сендерден. Қысқасы сендерді жаттықтырып жүргенімді. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. Қоңыраулы қала. Оққағар. Біздің мынау қаламызда ғажайыптар болады. Жалғуды білмейміз бе? Қалай? Қазір көреміз. Көмектесіңдер. Құтқарыңдар. Көмектесіңдер. Жаман емес. Панкрат, мені құтқаршы. Өтініп сұраймын, құтқарыңдар. Айғайлай бермеші. Аяғымнан тартпа. Панкрат, мен өлім аузынан аман алып қалдың. Сағандан ризамын. Сенің алдыңда қарыздармын. Тым әсірелемеші. Жоқ, жанымды орамалға түйіп едім. Өмірім өз қолыңда еді. Сенің арқаңда аман қалдым. Қандай жағдай болмасын, басыңа қара бұлт үйілсе де, саған міндетті түрде қол ұшын берем. Ниетіңе рахмет. Менің басыма қара бұлт үйіріле қоймас. Құтқару үшін оның бәрін жасаймыз ғой. Көрте тұр. Түсінікті болды. Ал мен кеттім. Бара ғой, Панкрат. Енді қорқатын түгі де жоқ. Енді біз бір бүтінбіз. Панкрат пен Бедокур. Біріктіргенде пана қамқор. Ауқымына таңданып тұрсың ба? Мұнда не болып жатыр? Мұнда құрылыс болып жатыр. Әлгі атығылы еді. Қорғаныс құрылысы жүйесі. Мен дабыл белгісін жүргізім, өзің байқағандай жер тасақ қаза бастадым. Жақын арада осы аумақты тікенекті сыммен қоршаймын. Бүге шегесіне қарап шығам десең, міне, Есің дұрыс па? жеткіліксіз деп ойлайсың ба? Оның рас, Панкрат. Сөзіңнің жаны бар. Дұрыс айтасың. Қорғанысты күшейтеміз. Үйді иттер күзетеді. Иә, иттер. Жоқ. Аю күзетеді. Айбарлы ағаю күзетеді. Бізде ағаю атымен жоқ қой. Жұртты соған сендіріп айтасың ау, Панкрат. Мәссаған. Содан мен оған, бізде ағаю деген атымен жоқ деп едім. Иә, ол Театр пепек, Панкрат. Алаң болма, бәрін өзіміз бақылап жатырмыз. Бедокур, Бедокур тыныштық па? Сөйлеме, қолыңды көтер. Қолымды көтермек түгілі, саусағымды қимылдатпаймын. Таптан кетсін. Солай ма? Қолға түстің бе, а? Менің жолдорбама тиіспе тар қолымда. Қашып істейін. Бедокур, мұның не? Бұл жеке адамның иелігі. Өткен жылы сен де мені өлім аузынан аман алып қалдың. Бұл менің ойыншық емес. Мен Біреу қандай әкеп апаттан тастады. құтқармақсың? Айтшы. Менің қандай қатысым бар? Сен қорғалушымның өміріне қауіп төндіріп тұрсың. Кімнің? Қане, Немене қане? сен сөзіме сенбеп едің. Зақпаны алып алам. Бұл суық қару, ыстық қару, қысқасы қару. Ау! Панкрат, бұл не қойылым? Түк түсінсем бұйырмасын. Бұл бастамасы сияқты ғой. Дәмін көр, жаңа ғана пісірдім. Рахмет, Манюнь. Үйің сондай жайлы екен. Әйтпесе, алдыңда не күтіп тұрғанын да білмейсің. Қозғалма, алдымен мен дәмін көрем. Менің балгүлшем. Мұнда не боп жатыр, а? Қалай айтсам екен, мына құбыжық менің оққағарым болып жүр. Өз-өзінен. Түсінікті. Енді осы іске беріліп кетті ме? Солай ма, қалқам? Маньон, артынан ішетін сусын бересің бе? Балгүлшем әлі әсер етпеді ме? Не дейсің? Әсер етпеді деп нені айтасың? Балгүлшеге у қосқанмын. У қосқан нес.
Рахмет саған, Манюня. Зәре-құтын қашырдың ау. Мен мұны бедокур ем шарасы деп атаймын. Бірақ оның да күші тез қайтады. Сәлем, Федюня. О, Панкрат, господа. Күзет осында. Ой. Сәлем, Панкрат. Ваня. Ваня, мұның не? Кім бар? Қалай болғанда да әрекет ет. Ой, Котя. Ой. Котя. О, мәссаған. Мұнаның бәрі мұнда қайдан жүр? Бедокур, мен өз үйіме қамағаным қалай? Босат. Панкрат, мұнда не болып жатыр? Панкрат! Деняк! Панкрат, көмектесші! Деняк! Бар, қараңды батыр. Бұдан бұлай Панкратпен сәрсенбі сайын кездесіп шүйіркелесіп тұрасыңдар. Мұнанда сүйреттеп қайдағы болмашы бір дүниені. Бедокур ем шарасы. Дұрыс! Бедокур ем шарасы! Құтқарыңдар! Құтқарыңдар! Көмектесіңдер! Құтқарыңдар! Қарыңдар! Мені Панкрат шақырды ау деймін. Панкрат, өзің түсе алмайсың ба? Мұнда не істеп жүрсің, Жоқ, түсе алмаймын. Адал оққа қарым қағып алса екен деймін. Ал жарайды, секір. Қазір. Қабат деген аяғымды қайырып алдым ау деймін. Мені көтеріп апарасың ба? Жылдамырақ жүрші, әлі оразамды ашқан жоқпын. Екінші аяғымды ауыртып алдым ау деймін. Маған қарама, тіпті ойыңа далма. Қоятын түрің жоқ қой. Бұдан бұлай оққа қарың болмаймын. Болды, жетер. Демек, мені күзетуден бас тартасың ғой. Өзің бас тартасың. Мен ондайды естіген емеспін. Сен шыдамның да шегі болатын білмейді екенсің. Өзің беймаза, айтқаннан қайтпайтын, тіпті арсыз екенсің. Ұзын сөздің қысқасы жетер. Ағайы өзіңде қалай берсін. Жоспарым іске асты. Панкрат, біз келе жатырмыз. Панкрат, шыда. Жылдам. Уайымдамаңдар. Оққа қарым жұмыстан өз еркімен кетті. Сондықтан маған қауіп қатер төніп тұрған жоқ. Аю ше, аю қайда? Аю әлі оянған жоқ. Жеңгіліктерді күзету деген оңай шаруа емес екен. Көмектесіңдер. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл. Қоңыраулы қала. 3-ші қабат. Бірер қабатты үй деген қызықсыз. Өткен ғасырдың ертісіндегі дүние. Бірақ қабат. Қызықсыз ғана емес, шалғайыс келсем.
мегаполис деп ауыз толтырып айтуға ерте әрине, бірақ бір нәрсе айдан анық жеңіл сити міндетті түрде көкке қарай өсіп қарқынды дамиды. Қаланың жобасы дайын болып қалды. Жоқ, маған атақ-даңқты қажет жоқ. Мейірімім үстем болып жатса көреміз ғой. Сонда күн туып жатса, ең бастысы бастамасы ғой. Соны қолға алайын деп жатырмын. Соны қолға алайын деп жатырмын. Мен Ваняның жұмысын жеңілдетейінші. Ту, не болды? Сәлем. Сәлем. Мәсіғын. Бедокур, тағы не болды? Өзім де солай ойлап едім. Нені айтасың? Жайыншейін, мен ұлылықтың белгісін айтам. Мынау не? Ұлылықтың белгісі деген осы ғой. Сен әлдеқандай болмаш. Мына мүсін қабілетсіз қолынан шыққан туында. Сен өзің тіпті. Бұл да саған сөз оқпа? Мынандай болмашы нәрсе жасап, 3-ші қабат саламыз. Не қажеті бар? Не қажеті бар дейді? Түк түсінсен бермасын. Сен суретші әрі мүсінші емессің бе? Шабыттанасың, басыңа бақ қонады. Солай емес пе? Оған дауым жоқ. Мен суретшімін. Қылғалам шеберіне кеңістік керек. Әрі озық ойы керек, ол да аса маңызды. Түсіндің бе? Хоп! Міне, қара. Мынау қалай? Мынау ше? Бұдан озық ой болуы мүмкін емес қой. Әбден мүмкін. Көп қабатты тұрған үй. Немене? Көз алдыңа елестетші. Газеттер жарысып, тақырыбын айғайлатып. Джингли Ситидегі алғашқы 3 қабатты үй. Заманымыздың ұлы суретшісі Динканың қолынан және одан кем түспейтін құрылыс жұмыстары басшысының қолынан шыққан туынды. Меніңше, бұлай деген жақсы естіледі. Динканың қолынан шыққан туынды көкке апаратын алғашқы баспалдар. Бедокурдың да. Оны қойшы, болмашы нәрсе, атап айтудың қажет жоқ. Қане, құрылысшы, құрал-саймандар тауып қой. Мен шабыт шақырайын. Құрылыс жұмыстарының бастығы. Жә, қойшы. Түкке тұрмайтын нәрсені айтпай. Сызба деген жалықтырып жіберді. Бип, құрал-саймандарды алып кел. Бәрекелді. Ойға не кетсе, соны істейміз. Түбегейлі өзгерткеніміз бекер шығар, Өнерде мәміле деген болмайды. Денек? Бәрі дұрыс па? Біздің қаламызда ғажайыптар болып жатыр. Мұнда не болып жатыр? Бикеш, мұнда не істеп жүрсіз? Не білдіріп жүргендеріңді қайта сен маған айт. Денек? Уайымдама, Манюнь. Бәрі ойдағыдай жоспар бойынша. Қайдағы жоспарды айтасың? Әлгі анау. Қалқам, бәрі құрылыс жоспарына сай жасалып жатыр. Жаңа ғана шатырды жөндеу жұмыстар сәтті аяқталды. Бірде-бір тіреуіш элементке салмақ түсіп, зақымдаған жоқ. Қазір не болса соны айтатын элемент зақымданады. Бәрі ойдағыдай, Манюнь.
Мен үшінші қабат салмақ болдым. Мен сәулетшімін, мен жаратушымын. Мынау менің бас құрылысшым Бедокур. Бас құрылысшы емес, құрылыс жұмыстарының бастығы. Бас майда шенен сөз қылмаш. Үшінші қабатта қайтайын деп едің, а? Екінші қабатыңда жоқ қой. Қайткені несі? Таза ауамен демалам, құстар сайрайды. Қайсы бірін айтам? Жүр, саған көрсетейін. Ана жақтан керемет көрініс тамашалауға болады. Ол жаққа қалай көтерілеміз? Жақын арада бұл жерде айналмалы саты болады. Көкке көтерілетін саты. Ал әзірше көкке көтерілетін асылмалы басқыш. Мәссаған, не деген керемет. Айттым ғой саған. Мына құбылысты қайтесің? Оу, сенің үйіңе отыра тұрайық, Манюн. Әйтпесе, менің де үйім алыстау. Малмандай су болам. Жоқ, емнің тасталқан шығарып жүрсеңдер. Көкке көтерілетін баспалдақ. Денек, көз қарасың бір түрлі ғой. Шатырымда! Қайта! Сендерден қайда қашып құтылам? Өзіме бір қабатты үй жетеді. Шатыры бүтін болса болды. Мен білде. Әзілдегенім ғой. Әзілің қандай жаман еді, Манюин. Мен баспанасы жоқ, суретші болдым ғой. Суретші деген азап шегу керек. Соған бола уайым қайыға салынба. Бәрін жөндеп береміз. Жаңбырда қойып қалды. Ең бастысы кім еді әлгі бас құрылысшыңа сене берме. Құрылыс жұмыстарының бастығы. Бастығы! Керек десең, мен өз жұмысымды орындадым. Шатырды бұздым. Басқасында шаруам жоқ. Келіскен жоқпын. Сонда қалай? Үшінші қабат сал деген ұсыныс айтқан сен емес пе едің? Ай, тентек неме? Немене? Өзің емес пе шабыт шақырып жүрген Денек? Ақыр айғанда Бедокур кінәлі болды ма? Міне, мына түріммен қайдағы жаратушы болам. Мен қиратушымын. Несі бар? Ол да жаман емес. Қиратушы. Міне тағы басталды. Ал сен Бедокур, бұдан былай еш уақытта. Сенің де жетсіп тұрғаның шамалы. Жарайды, көмекке Ваняны шақыру керек. Міне менің сызбаларым қайда? Мұнда қайдан келген сұрамай қояйын. Қысқасы мұның бәрін мен білдірдім. Кешіріңдерші, Тапқан екенсің. Денек! Жарайды, сен де кешір. Мен де оңып тұрған жоқпын. Вань, бәрін қалпына келтіресің ғой. Әйтпесе шабыт деген келе береді. Оған кеңістік керек. Алдымен нұсқаулықпен жақсылап тұрып таныс бол. Екіншіден бастаған істі аяғына дейін жеткізіп үйрет. Үшіншіден құрал саймандарды реттеп, соңынан ілесіп жүріңдер. Қанекей, менің артынан жүріңдер. мен кәмпитті қалдырмай жеймін ғой. Ваня, мен құрылыс жұмыстарының бастығы болайынша? Жоқ. Тым болмаса құрылысшы болайынша? Жарайды, тек қолмен бірде-бір затқа тиіспе. Ау! Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл.